Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Қызылорда облысы Арал қаласы Арал индустриалды техникалық колледжі номері 94-ші электронды есептеу машинасының операторы, топ жетекшісі Түлімбетова Жадыра Қырғызбайқызы. Биыл 9 мамыр ұлы жеңіске 75 жыл. 75 жылдық мерейтойларыңыз құтты болсын, еліміз аман болсын, бейбітшілік заман болсын. Ұлы кешке сенген күн, фашистерді жеңген күн, ағаларға ерген күн, бақыт гүлін терген күн деп ақын Қадыр Мырза жырлағандай, бүгінгі тәрбие сағатымыздың тақырыбы ұрпаққа ұран болған ұлы жеңіс. Тәрбие сағатының мақсаты 1941-1945 жылғы Ұлы Отан соғысында неміс басқыншыларын талқандауда, Қазақстан халқының майданда және тылда көрсеткен ерен ерлігін паш ету, тарихи санасы қалыптасқан, соғыс атаулыға жаны қас, ержүрек, отанын шексіз сүйетін, ұлттық рухы жоғары, шығармашыл жеке тұлға тәрбиелеу. Фашистік Германия 1941 жылы 22 маусымда соғыс жарияламастан тұтқиылдан КСРО-ға шабуыл жасады. Кеңес одағының отан соғысы басталды. Тарихта отан соғысындай қасіретті соғыс болған емес. Соғыста 27 миллионнан астам кеңес адамы қаза тапты. Соның ішінде 410 мыңы қазақстандықтар болатын. Отан соғысына Қазақстаннан 1,7 миллион астам жауынгер қатысты. Олардың басым көпшілігі ұрыс даласында қаза тауып, хабар-ошарсыз кетті. Соғыс оты шарпымаған шаңырақ кемде-кем. 100 мыңдаған ата-әкелеріміз соғыстың алғашқы сәтінде майданға аттанды. Жауға қарсы атылған 10 оқтың 9-ы Қазақстанда жасалды. Осы қан майданда мерт болған ерлердің рухына басымыз иіп тағзым етейік. Олардың ерлік істерін ешкімде ешқашанда ұмытпауы тиіс. Майдангерлерімізді еске алып, үнсіздік жариялаймын. Майданда жүріп, жауына батырлығымен, ерлігімен қарсы күресе білген, қасық қаны қалғанша ел үшін, жер үшін, отан үшін төтеп бере білген батырларымыз қаншама. Атап айтатын болсақ, Бауыржан Момышұлы, Ағаділ Суханбаев, Рахымжан Қошқарбаев, Талғат Бегелдинов, Қасым Қайсенов, Әлия Молдағұлова, Мәншүк Мәметова сынды батырларымыз айтуға болады. Әлия мен Мәншүк егіз қозыдай. Батырлығымен, батылдығымен, мергендігімен ерекше көзге түсіп, ел үшін, жер үшін, отан алдында қасық қаны қалғанша нәзік жанды бола тұра көпшілік. О, анашым, күнім деген сенсің ғой, әрең жетті әлсіреген даусым. Жыламашы, шыдап бақшы ерсің ғой, бар емес пе бір жігіттей намысың. Бірақ ерте, тым ертерек жандық біз, жанарлардан мөлдір жас боп тамдық біз. Қолымыздан осы болды келгені, біз де ерсе солмаш үшін барлық қыз. Айтша ана, сезіп бедің сонда сен, жақындаған қара бұлтты, қара нөсер дауылды. Естіп бедің сонда сен, өз еліңе жақындаған, үрей болған сарынды. Біз сендердей жаңашылған гүл едік, жерге бақыт, елге бақыт тіледік. Отананы отқа күйіп жатқанда біздер ме едік үй бағатын төрелік. Жетсек те арманымыз көп еді, айтылған жоқ махаббаттың өлеңі. Біздің туған күнімізді құттықтап, бізге ешкім жырысыңы жоқ еді. Ерлік елге мұра, ұрпаққа ұран. Келесі кезекте білім алушылардың шығармашылығына кезек береміз. Оңайлықпен келмегенін білеміз. Қан төгіліп жасақты көздерден айналған ақиқаттың туына. Ұрпағымыз сол батырдың міне біз. Ерлікпен қаза тапқан шайқаста ұмытпаймыз, мәңгі есте сақтаймыз. Қиындық кезең сыңдары, ерліктің отын маздаттың, соғыстың сұрапыл жылдары, тағдыры талай боздақтың. Аталарымыздың ерен еңбегімен келген бүгінгі жерімізді, елімізді қорғау бүгінгі ұрпақтың еншісінде. Ендеше бүгінгі тәрбие сағатымызды Батыр Бауыржан Момышұлының «Жұртым деп жұмылып, елім деп езіліп қызмет ет» деген сөзімен аяқтаймыз.
тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын. Назарларыңызға рахмет.